Неймар Барселона сапынан Париждық ПСЖ футбол клубына көшкен кезде Барселона Twitter мен Instagram желісінде 1,7 миллион тіркелушісінен айырылған болатын. Ал ПСЖ-нің аккаунтына керісінше миллиондаған адамдар тіркеле бастады. Осы жаздың басты трансфері Роналдудың Туриндік Ювентуске ауысымынан кейін де тура сондай жағдай орын алды. Иә достар, бүгін шын жүректен өз клубын жақсы көрмейтін алдамшы фанаттар, яғни глорлар жайлы айтамыз. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар, ал біз бастаймыз. Криштиану Роналдудың Туриндік Ювентусқа ауысқан күнінен бастап, арнамызда Роналдуға қатысты бақандай 4 бейнеролик шыққан болатын. Сіздер комментарияға неге Роналду жайлы шығара бересін деп мені оңдырмай сөккен едіңіздер. Достар, Реалдың жанкері ретінде әрине корольді клубқа жанкер болғанымды мақтан тұтамын. Дегенмен өз клубыңның жаман жақтарын мойындаған дұрыс деп есептеймін. Иә, Реал өз аңыздарын құрметпен шығарып сала алмайды. Рауль, Касилес, ал енді Криштиану Роналду. 9 жыл бойы Реалдың нағыз көшбасшысы атанып аңызына айналған Роналдуда қоштасу матч өткізбей жай ғана хатпен шектеліп кетті. Бұл не масқара. Роналду қоштасу кешінен өзі бас тартты деген әңгімеге жеке басым сенбеймін. Себебі Роналдудың қандай адам екенін ескере өзі қаламады деген әңгіме ертегіге айналады. Бұл жерде оның клуб басшылығы мен Флорентино Переске үлкен реніші және жанжалы. Жыл сайын чемпиондар лигасын алса да, алтын допты жыл сайын алса да, үздік бомбардир бола тұра жалақысы Мессиден 2 есе төмен болғаны және салық мәселесі жатқан анық. Бірақ бұның бәрі бөлек бейнероликтің әңгімесі. Айтқым келіп отырғаны осы 4 бейнероликпен Криштиануға нағыз Реал жанкері ретінде алғысымды білдірмекпін. Бұны Реал жасай алмаса да шағын каналыммен болсын мен жасадым. Аз да болса көп деп біл, Криштиану Роналду. Әңгіменің негізгі төркіні шындығына келе мүлдем басқа жерде жатыр. Роналду жайлы бейнероликтерім YouTube'қа шыққан сәттен бастап, көптеген тіркелушілерімнен мынандай комментариялар көптеп келген кезде шынымды айтайын қатты таңғалдым. Роналду үшін Реалды Ювентуске алмастыруды өз басым сатқындық деп түсінемін. Осы тіркелушінің сұрағына жауап беріп түсіндіріп өтейін. Футбол әлемі, енді Ювентустың фанатсың ба? Әлгінде ғана Жозе Мауриньо айтқандай Роналдуға жететін футболшы жоқ. Бірақ Реал кез келген ойыншыдан жоғары тұрады. Бүгінгі бейнероликке қатысты өте орынды комментарий. Әрине Роналду керемет футболшы. Бірақ мен үшін Реал әлде қайда жоғары тұрады. Ал футболшы үшін ғана клубқа жанкер болатын бауырларым жайлы Википедия былай дейді екен. Глор деген үнемі сүйікті клубын ауыстыра беретін, яғни жеңіске кім жетеді, немесе басқа себептермен күшейген командаға ауыса беретін жанкерлерді айтады. Глор деп футбол немесе басқа спорт түрінде қатты хабары жоқ адамды айтады. Бұл терминге қатысты көптеген аргументтер келтіре берсек, әңгіме бітпейді. Сондықтан жай ғана қарама-қарсы мағынасын талқылап, мен сияқты және менің көптеген тіркелушілерім сияқты нағыз жанкерлер жайлы айтайық. Нағыз жанкерлер деп өз клубына адал, клубтың қаражатына, турнирлік кестесіндегі орнына, дәрежесіне және қиын қыстау кездеріне қарамастан жақсы көре беретін жанкерлерді айтады. Мысалға, қазіргі таңдағы Милан жанкерлерін алсақ болады. 99 бен 2000-дардың басында Милан мен Ювентус, Интер сияқты клубтар Европаның ең танымал және ірі гранттары болып есептелетін. Қазір кешіп жатқан тұманды кездеріне қарамастан нағыз адал жанкерлері клубпен әлі бірге. Ал жоғарыда айтып өткен глорларымыз испандық екі клубтың шарықтау кезеңінде сүйікті клубтарын жаппай өзгерткен болатын. Жеке басым Реалға 2005 жылдан бері жанкермін. Яя сол Галактикосын шарықтаған кезінен. Ең алғашқы футбол жейдем Реалдың формасы болған еді. 5 нөмір Зиданның жейдесі еді. Кім білер, бәлкім сол кезден бастап Реалға жанкер бола бастаған шығарым. Міне биыл Бланкосын адал жанкері болғаныма 13 жыл болды. Ал сіздердің өз клубтарыңызға жанкер болу себептеріңіз қандай? Оқиғаларыңызды комментарияға жазыңыздар. Біз міндетті түрде оқып шығамыз. Әрине қанша айтқанымызбен біз ешкімді түзей алмаймыз. Шындығына келгенде әркімнің өз құқығы бар.
ешкім ешкімнің пікіріне және өзіндік ойына әсер етуге хақысы жоқ. 3 рет қатарынан алған чемпиондар кубогы мен басқа да жетістіктеріне дейін Реалдың басынан неше жыл бойы қара бұлттар төніп тұрған кезде, жыл сайын чемпиондар лигасының 1/8-нен ұшып кеткен кезде, Барсаның жыл сайынғы чемпиондығына қарамастан өз клубыма адал жанкүйер болғанымды мақтан тұтамын. Адам, әсіресе ер жігіт өзінің таңдауын құрметтеп және соңына дейін сыйлап өтуі керек. Себебі адам өз таңдауын құрметтемесе, басқа ешкім де оны құрметтемейді. Тұрақтылық, сенім және махаббат адал жанкүйерлердің бойында болу керек қасиет. Себебі командаң қандай деңгейді көрсетсе де, сенің махаббатың мен соңына дейінгі сенімін оны тек жеңістерге жетелейді. Дәл осы сөзбен бүгінгі бейнероликті аяқтау керек деп ойлаймын. Өз сүйікті командаларыңызды соңына дейін қолдаңыздар. Келесіде кездескенше достар. Футбол бірінші орында.